Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай ерекше тамақты рецептімен бөлісетін боламын. Және де тойымды өте дәмді болып шығатын. Ол үшін менің каналыма тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыздар, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ең алдыменен таза ыдысымызға осылай бір пиалай сүтімізді, бір пиалай суымызды қосып, үстіне бір қасық дрожжімізді салып, осыны жақсылап ертіп аламыз. Үстіне бір қасық тұзымызды салып, міндетті түрде жылы болу керек. Өздеріңіз көріп тұрғандай, қамырымыз жұмсақ болу үшін бір қасықтай сұйық май қостым. Енді осыны жақсылап араластырамыз. Тұзымыз, дрожжымыз ерігенше осылай жақсылап араластырып, осыған ұнымызды аздан салып, қамыр илейтін боламыз. Ұнымыз алдын ала еленген таза ұн. Енді осыны аздан сала отырып, қамыр илейтін боламын. Жұмсақ емес, қатты емес, орташа тығыздықта. Өздеріңіз көріп отырғандай қамыр илеп болдым. Жұмсақ емес, қатты емес, орташа тығыздықта. Енді осының бетін жауып, 1 сағат, 1,5 сағатқа қойып қоямын. Қамыр ашқанша салмасына етімді ұсақтап турап алдым. Пияз, сәбіз, тәтті бұрышты турап алдым. Ең қызып тұрған қазанымызға осылай пиязымызды салып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Пиязды міндетті түрде қызыл қылып қуырыңыздар, сонда тамақтарыңыз өте дәмді болып шығады. Осылай жақсылап қуырып болғаннан кейін үстіне ұсақтап туралған етімді саламын. Қандай ет болса да маңызды емес, қоса берсеңіздер болады. Осыны жақсылап араластырып қуыратын боламыз қызыл қылып. Осы аралықта бір бокал мұздай су қостым. Енді осыны баяу отта жақсылап пісіретін боламыз етімізді. Осы аралықта 1,5 сағат өтті. Етіміз жақсылап пісті. Енді оның үстіне сәбізімізді саламыз. Осылай ұсақтап туралған сәбізімізді салып жақсылап қуырамыз. Сәл қуырып болғаннан кейін қыста жапқан банкімнен ашып, осылай 2 қасық салдым. Енді сіздер томат пастасымен алмастырсаңыздар болады. Осыны жақсылап қуырамыз. Бетін жауып 10 минуттай қуырамыз. Өте дәмді болып шығады. Үйде міндетті түрде жасап көріңіздер. Осы аралықта менің сәбізім жақсылап қуырылды. Енді оның үстіне жағы ұсақтап туралған картошкам, паприка и болгар бұрышын салатын боламын. Енді сіздердің өз қалауларыңызша әртүрлі дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Мен үйде бар затымды қосып, осылай жасап жатырмын. Осылай бетін жауып бұқтырып қоямыз баяу отта. Осы аралықта менің қамырым ашып, әдемі болып тұр екен. Осындай қасиетті Рамазан айында күнде осындай әртүрлі тамақтардың рецептін салып отыратын боламын. Сол үшін жаңадан көріп отырғанды көрермен болсаңыздар, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Жуала жасаған қамырларымызды осылай жұқа емес, қалың емес қылып, осылай орташа қамыр жайып аламыз. Жайып болған қамырымызды осылай ортасынан кесіп, бір-бірін үстіне қойып түйетін боламыз, дәл видеодағыдай. Осы аралықта мен шпажканы қолдандым. Өздеріңіз көріп тұрғандай, осылай басып, осылай түйетін боламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, өте дәмді тамақ. Осылай бір рет болсын жасап көріңіздер, өте дәмді тамақ. Одан кейін өздеріңіз қайта-қайта жасайтын боласыздар. Осылай қайтадан түйу барысын екінші мәрте көрсетіп жіберейін. Осылай кесіп, оңай түйу барысы да. Қамырымыз ашыған екен көтеріліп, әдемі болып пісетін болады.
арасы піспей қалады деп қорықпаңыздар. Өйткені буға піскеннен кейін ашқан қамыр әдемі болып көтеріліп, арасы да жақсы пісетін болады. Осылай бір-бірінің үстіне қойып, шпажка пайдаландым. Осылай үстінен басып, осылай түйетін боламыз. Осылай түйіп болған қамырларымызды мантоваркаға бәрін өйстіп орналастыратын боламыз. Орналастырып болғаннан кейін сұйық май жағамыз қамырдың бетіне. Өйткені қамырымыз жұмсақ, әдемі болып пісу үшін. Осылай өздеріңіз көріп тұрғандай 30 минуттан өтті. Қамырымыз әдемі болып пісті. Подливіміз де осылай дайын болды. Енді барлығын тәрелкемізге салатын боламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай тамағымыз дайын болды. Өте керемет болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментария жазып, тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыздар, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.